Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен Наполеон тортының ең дәмді әрі ең оңай рецептімен бөлісетін боламын. Алдымен жарты стакан суымызға 1 жұмыртқа, жарты ас қасық уксус және аздап тұзымызды салып араластырамыз. Дайындап алған ұнымызға бөлме температурасында тұрған майымызды алып, қолымызбен мыжып отырып, крошка жасаймыз. Арасында 1 ванилин мен жарты шай қасық разъединитель қосып жібереміз. Ванилинді қоссаңыздар да, қоспасаңыздар да болады. Бірақ разъединитель қосуды ұмытпаңыздар. Осылай қолымызбен мыжып отырып, крошка жасайтын боламыз. Бізде осындай крошка пайда болады. Осыған дайындап алған бағанағы суымызды құйып, қамыр илейміз. Егер су аздап көбейіп кетсе, азғантай ұн қосып жіберуге де болады. Бізде осындай қолға жабыспайтындай жұмсақ қамыр шығу керек. Дайын болған қамырымызды кесуге ыңғайлап, бірнеше бөліктерге бөлеміз. Кескен қамырымызды қолымызбен дөңгелектеп, жаюға ыңғайлап қоямыз. Менде барлығы 12 дана корж шықты. Бәрін бір жерге жинақтап, бетін қаясып қалмау үшін пакетпен жауып қоямыз. Шетінен алып отырып, қамырымызды ұн себу арқылы жая береміз. Қамырды жұқа әрі дөңгелек етіп жайып аламыз. Осылай дөңгелек жұқа етіп кесіп алғаннан кейін, бетін шанышқымен тесіп, пешімізге 1-2 минутқа пісіріп аламыз. Қамырларымызды ақшыл сары қылып пісіріп алыңыздар. Егер қып-қызыл қылып пісіретін болсаңыздар, онда тортыңыздан күйген дәм шығып кетуі мүмкін. Кремімізді дайындауға кірісеміз. Мен заварной креммен сгущенканы араластыру арқылы крем жасаймын. Заварной кремге бізге шекер, жұмыртқа, май, сүт керек болады. Алдымен жарты литр сүтімізге 1 жұмыртқа, шекерімізді және майымызды араластыратын боламыз. Газдың астын жай оттыққа қойып, осылай үздіксіз араластырып отырамыз. Егер үздіксіз араластырып отырмасаңыздар, ішіндегі жұмыртқа пісіп кетуі мүмкін. Сондықтан да осылай майымыз ерігенше араластырамыз. Майымыз ерігеннен кейін барып, 1-2 ас қасық ұн салып, тағы араластыратын боламыз. Сүтіміз піскен сияқты бұрқылдаған кезде креміміз дайын болады.
Бастапқыда сұйық көрінгенмен суығаннан кейін қоюланады. Кремді толық суытқаннан кейін ғана барып, қою сгущенкамызды алып, кремімізді араластырамыз. Сгущенканың обязательно қоюын алыңыздар. Егер сұйық болса, креміміз тым сұйық болып кетеді. Дайын болған кремімізді корждарымыздың арасына жағып шығамыз. Бір корждарыңызды алып қалыңыздар, ол бізге бетіне себуге керек болады. Осылай бәріне жететіндей қылып, кремімізді жағамыз. Ең үстіңгі бөлігіне жақпай тұрып, тортымыздың үстінен осылай жай басамыз. Қатты басып тастауға болмайды. Тек жай ғана осылай басамыз. Бетінен басқаннан кейін барып, тортымызды дөңгелек формаға келтіріп, жан-жағын кесетін боламыз. Кесілген қалтықтарды пакетке және бағанаға алып қалған бір коржымызды қосып, оқтау көмегімен ұнтақтаймыз. Ең үстіңгі бөлігімен жан-жағына қалған кремімізді жағып, үстіне себеміз. Тортымыз дайын. Дайын болған тортымызды холодильникке 1-2 сағатқа қойып қойыңыздар. Рецепт ұнаса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.